700 санының неше жай бөлгіші бар? Ең алдымен, жай бөлгіш дегеніміз не? Бөлгіш дегеніміз сан қандай сандарға бөлінеді, соны көрсетеді. Ал жай бөлгіш дегеніміз соның ішіндегі жай сандар деген сөз. Жай сандар, яғни өзіне және бірге ғана бөлінетін сандарды атаймыз. Ең алғашқы жай санымыз 2. 2 дегеніміз ең алғашқы және де жалғыз жұп жай сан. Басқа жай сандардың барлығы тақ сандар болып табылады. Сонымен ең алғашқы өзіне және бірге ғана бөлінетін сан бұл 2. Келесі 3, содан кейін 5, сосын 7, сосын 11, содан соң 13, 17, сосын 19, солай кете береді. Бұл жерде ешқандай бір заңдылық жоқ, осындай саннан кейін орындаласады деген секілді. Мысалға, жұп сандар әрбір екінші сан жұп сан ғой. Ол секілді бұл жерде заңдылық болмайды. Енді 700 санының неше жай бөлгіші бар? 700 сан 2-ке бөлінеді ме? Иә, бөлінеді. Яғни 2-ні осылай сарымен белгілеп қояйық. 3-ке бөлінеді ме? 3-ке бөлінбейді. 5-ке бөлінеді, себебі 0-мен аяқталып тұр. 7-ге бөлінеді, 100 шығады, ол белгілі. Сонда 11-ге бөлінбейді, 13-ке бөлінбейді, 17-ге бөлінбейді, яғни басқа жай сандардың ешқайсысына бөлінбейді. Яғни 700 санның тек қана 3 жай бөлгіші бар деген сөз. Жауап Б.